Шеке, Мамай деген маймыл бар. Бұл кісі жөнінде қандай пікіріңіз? Мамайдың ол енді таптаза рұқсат алған, Қазақстанда демократия бар деп батысты алдау үшін біздің биліктің қолдан жасаған клоуны. Оның қасында мен Мамайды мен сенетін едім. Егер оны дұрыс адам деп сенетін едім. Бір күні Мамайды мысалы мен тіпті 2019 жылдарға дейін мен Мамайға сеніммен қарап келдім, бұрынғы істері деп. Сөйтсем бір күні оның қасына Рысбек Тоқтасын деген сұмырайды көрдім. Ал ол Рысбек Тоқтасын деген сұмырай, ол да жаңағы биліктің маймылы, рұқсат алған, үруге рұқсаты бар, аңырауға рұқсаты бар, есектің біреусі. Рысбек Тоқтасын 2020 жылы Серікжан Біләштің үстіне, менің үстімнен 174-ші бап бойынша іс қозғауға қол қойған 4 арыз қойдың біреусі. Ал сол жаңағы өзі жаңағы осы Серікжанды 19 жылы соттай алмай қалдық, енді 20 жылы соттайық деп жүрген сол сұмырай Мамайдың қасында жүр. Демек, Мамайда соның ар жақ, бер жақ сол қалың, өзі өкімет іріктеп, бүкіл қазақ дейтін халықтың өз 19 миллион халықтың ішінен жаңағы ең сұмырай сұрқияларын жинап алып, бәрінің қожайындары былайша айтқанда бәрінің байы бір жерге алып келіп, жаңағы ойнас қатын айлас деген сияқты бәрін бір-бірімен мұңдастырып, сендер өстіп маймыл болып тұрасыңдар деп, заказ беріп, сценарийлерін қолдарын ұстатып, жаңағы сүйек лақтырып беріп отыр. Ал енді осы сұмырайлар, осы арыз қойлар, ана жақта Қытайда қазақ қиналып жатыр. 3 миллион қазақ, 5 миллион қазақты Қытай қынадай қырып жатыр. Оны біз көтеріп жүрміз. Сонда бір бейне біз бір оның қатынның қойнынан суырып алғандай, немесе әкесінің көрін қазғандай болып, бізді соттауға жанталасып жүрген сұмырайлардан қалай ұлтшылдарды көруге болады? Болмаса мен соларды өмірімде солармен жеке басараздығым жоқ. Ешқашан солардың атына бұдан бұрын бірден айтқан жоқпын. Яғни бұның бәрі заказчиктер, тапсырма орындайтын сұмырайлар. Өтіріктен ұлтшыл болып халықтың алдында қазақтың миын ашып жүр, басқа түк те емес. Бұлар бәрі шолақ белсенділер, құрметті достар, түсініңіздер.